Алматы облысында жаңа аудан құрылды. Райымбек ауданы Кеген және Райымбек болып екіге бөлінді. Шекаралық аймақта орналасқан Райымбек ауданының әкімшілік орталығы Нарынқол ауылына ауысса, ал Кеген ауданының орталығы Кеген елді мекен аталды. Нарынқол ауылының қайта аудан орталығы болуы бүгінде өңі қашқан өңірге қандай серпін береді? Аймақты дамытудың жоспары қандай? Тілші Амангелді Сейтхан біліп қайтты. Тарихта түрлі себептермен бірнеше рет көршілес Кеген ауданымен біріктірілген Нарынқол 21 жылдан кейін қайта түледі. Осымен үшінші рет өз алдына жеке аудан орталығы болып ашылды. Ал аудан бұрынғыша Райымбек батырдың атымен аталады. Бұл жаңалыққа Нарынқол ауылының тұрғындары бек қуанды. Себебі аудан жабылғаннан бері ауылдың сұрқы қашқан. Халықтың бәрі үйлерін тастап қала кезіп кеткен. Ал жастар ауылдан жұмыс таппағасын мектеп бітіре салысымен сыртқа ағылады. Соның салдарынан 1997 жылы Нарынқолда 16 мыңдай адам болса, бүгін соның тек 6 мыңы қалған. Оның өзінде үлкен апаларымыз, аталарымыз, ағаларымыз, тек зейнеткерлеріміз қалды. Ауылдағы тіршіліктің болмауынан жастарымыз көбі қала жаққа қоныс аударып кетті. Мынау үлкен жаңалық. Жаңалық болғанда сөзбен айтып жеткізу қиын. 20 жылдан аса тостық біз. Аудан келеді деп. Түбі келді. Мұның енді маңыздылығы шекарамыз бекіді біріншіден, екінші ауылымыз көркейетін болды. Орталықтан шалғай жатқан шекара маңындағы ауыл соңғы жылдары назардан тыс қалып, мектеп, аурухана, почта, мәдениет үйі секілді әлеуметтік нысандар жабылып қаңырады. Сондықтан ауылды аралап, бүгінгі жай-күйімен танысқан облыс әкімі Амандық Баталов бұрынғы әкімшілік ғимараттардың бәрін қайта жаңғырып, жұмыс орындары ашылатындығын жеткізді. Шекарада жатқан ауылға жан бітіру үшін қыруар қаржы жұмсалатындығын айтты. Бірінші жағдай мынау көшу үшін республика бюджетінен, жергілікті бюджеттен 2 миллиард теңге бөлініп жатыр. Но ол только басты, одан кейін жаңа біз көрдіңіз ғой, араладық. Жол жасау керек, тағы басқа кейбір ғимараттар тозып қалған, сынып, оны қайтып жаңартуға болмайды. Соларды дұрыстап, қалпына келдіріп, тазалап мынау ауылдың ішін. Соның бәріне тағы да қаржы бөлеміз. Сапар барысында аймақ басшысы екі ауданның жаңа әкімдерін тағайындап, халықтың алдында тапсырмалар мен міндеттерді жүктеді. Осылайша Райымбек ауданының әкімі болып Жолан Омаров тағайындалды. Кеген ауданын Талғат Байеділов басқарады. Ал ауыл тұрғындары кезінде нарықтың талабымен біріктірілген Нарынқол мен Кеген өңірінің қайтадан бөлініп, бөлек аудан мәртебесіне ие болуы өңірдің дамуына тың серпін береді деп сенеді. Амангелді Сейтхан, Мұратбек Алмасхан, Қазақстан ұлттық телеарнасы.